Ну, я тоже хочу самокат. Жаз шыққалы осылай біз қыдырғанды жақсы көреміз балалармен. Электрический самокат көп сұрайтын болды соңғы кезде. Мен оларды бағасын қарап, жоқ алып бермеймін деп шештім. Бірақ Каспийде өткенде мен керемет бір бағаға детский самокат таптым. Ең кереметі ол қатты разгоняться етпейді, тез жүрмейді, сондықтан әрқашан көзіңнің алдында алысқа кетіп қалмайды. Осындай жеңілдікпен алып алайын деп тезірек заказ беріп, оны тез құрастырып, 5-10 минуттың ішінде балаларға сый ретінде тарттым. Мам, шынымен бізге ма? Рахмет! Самокатты қолдарына ұстай салып, кезек-кезек паркте қыдыра бастады. Ата-ана ретінде бірінші қауіпсіздік, сондықтан маған оның тез жүрмейтіні ұнады. Екіншіден бағасы әрине. Үшіншіден үйде бірнеше бала болса, кезек-кезек регулировкасын жасап жүре береді екен. Тіпті мені де самокат жеп-жеңіл паркте қыдыртып келді. Самокатты өздері ақ көтеріп алып, көпірден өткізіп, флоу паркте қыдыруды шешті. Ол жақта самокатпен жүретін жолдар көп екен. Сондықтан ешкім ала көзбен қарамайды, балалар жайбарақат жүре берді. Мен аяғымды шаңдатып келе жатқанымда қызым жеп-жеңіл самокатпен жаман жолмен де өтіп кетті. Фонаригі де бар екен, қосымша алудың қажеті жоқ. Бесіншісі оның салмағы. Иә, осыны күткен едім. Ең кереметі енді мен осылай демалам, ал балалар болса өздерімен өздері ойнап жүреді. Бірақ бір мәселе болып тұр, екінші самокат алу керек. Бірақ мұндай бағаға ол үлкен мәселе емес. Маған ең бастысы балаларымның бақытты көздерін көру.